Әйел адамның изменасына берілген комментарий: жүрек ауырады, алла сана берсін әйел қауымға, деп ер адам жазған. Қараңыз, әйел адам болсын, ер адам болсын, измена, абьюзер, тиран, нарцисс, бұл адамдар өздерінің психотравмасының құрбандары. Олар тек қана сізбен контактыда ғана энергия, ресурс алады. Олар өздерімен өздері один-на-один қалған кезде энергиясыз, ресурссыз қалады. Сізге контактқа тәуелді, өйткені сізбен контактыда ғана өзінің травмасының қажеттіліктерін қанағаттандырады. Ал сіз онымен контактқа түскен кезде сіздің жүрегіңіз ауырады, ішкі жан дүниеңіз құлдырайды. Өйткені олар өте қатты құнсыздандырады және кінәлау сезімге жетелейді. Сондықтан оларға контактқа түсіп, оларға ақыл айту, кеңес айту, өзіңізді ақтау, бұл жұмыс жасамайды. Олар оны естімейді. Сізбен контактыдағы бір ғана фокусы өзінің травмасының қажеттілігін қанағаттандыру. Яғни ол өзінің травмасының құрбаны болып жатыр. Бұның бәрін ол неосознанно жасайды. Сондықтан бұндай контактыда таңдау өзіңізде. Өзіңіздің психикаңызға қамқор болыңыз. Сізбен бірге болған мен, қазақ тілді психолог Айғаным.